Кім ол? Челси мен Барселона. Челси Лондондық ма? Баяғы Поттер басқаратын команда ғой. Грэм Поттер ма? Білексіз, Бір рет білімсіз. мен ана подкаст түсірем ғой. Білексіз, білімсіз, надан, нашар адам. Грэм Поттер дегенді денсау адам Челсиге аламады. Ертесіне увольтетіп жіберді ғой. Ой, Челси мен Барселона баяғыдағы ойындарын білесіз ғой енді. Майкл Білесіз Эссен ғой. ойнады. Эссеннің гол соғып, Иә, Иньестаның теңестіретін кезінде Ол- Барселонаның төрешілері сатып алған. керемет матч қой енді ол. Баллактың көз жасына қалатын, Драгбаны айқайлататын. Сондықтан Эвребе деген Иә. төрешінің. бұл матчта Челси жеңеді деп отырмын енді мен. Бәрекелді. Менің жоспарым, Ерегес болжамым басталды. бойынша. Ағысқа қарсы жүзеді бағана айттым ғой. Иә. Қарсы Ағысқа? жүзеді. Жоқ, Ағысқа қарсы жүзетін адам. Барселона жеңе алмайды бұл Кета ойында. балық сияқты ма? Кета ғой. Екінші аты кета балық. Басында футбол ойнап жүрген кезде қыздарда кета буци дейтін. Қазір кета балық дейтін болған. Ешбір күмәнсіз айттыңыз ғой Челси. Кәдімгі Күмән шімірік жоқ. биді ғой, Бұл шімірік мына биді. Барселонаны қазір кез келген команда ұтып кететіндей жағдайда бұл. Мен керісінше ойлаймын. Барселона ол Барселона қанша дегенмен. Оның анау жаңағы Маркус Решфорд, Левандовский де гол ұрып жатыр. Ойбай. Елшенің өзінің көше масқара қылып отырып жатыр. Чемпионатта жақсы ойнап жатыр. Елшенің алдында Челси кім болыпты дейсіз ба сонда? Соны айтамын. Масқара емес қой кеше әреңде. Деңгейлес командалар ғой енді. Жоқ, бұлар кеше соңғы турда кіммен ойнады бұл? Сырт алаңда біреуді 4-1 қылды ма бір бәле қызыр? Жоқ. Сырт алаңда 2-2 болды бірінші тайм. Сельтамен ойнады. Сельта, Борха Иглесиястың Иә. қадаған кезіне. Мен класстасым ғой Борха. Жаман тепті, ойбай. Жеңіп кетті оларды бәрібір. 4-2 қылды. 2-2 болып жатқан кезде бір болмашы голдар кіріп кетті, сөйтіп ұтып кетті ғой. Сельтаның деңгейінде Челси мықты, сондықтан Бұл енді өткендегі Чемпиондар лигасында Брюггеге қарсы Брюгге қатты ойнады ғой. Көрдіңіз ғой? 3-3 болып бітті. 4-3 болып біткен. жолы болды ғой негізі. Санамай қойды. Барселонаның. Бір голды. Мыналардың санамай қойды. Анаяқтың Ханс Ван Акен жаман қылды бұлар. Нақты ойыңыз қандай? Барселонаның биылғы Чемпиондар лигасында 3 гол, 4 гол кәдімгі ләкілдеп ұрып жатыр. Бұл тағы да 2 гол ұрған ол. Решфорд өз Англияға келгенде гол ұрмай кетпей жатыр ғой. Өткенде Ньюкаслды плойқылап жіберді ғой. Шашын келіп. Содан менің ойымша бұл Челсиге тағы да 2 гол ұрады Барселона. Челси де ұрады енді өз алаңда ойнап жатқаннан кейін. Бұл тағы да 2-2 ма, 3-2 ма бір бөле. Менің болжамым тотал 3,5-нан көп 4 гол таза көріп тұрмын. Той, жәрменке Дәл осы ойыннан ба? Қоянды Ботов жәрменкесі болсын мына. Қарқаралыдағы жәрменке. Қарқаралы ол ана Копенгагенде болады. Бәрекелді. 2-1, 1-0 Челси ұту керек қой мен.